Қайырлы күн, құрметті әріптестер, сессияға қатысушылар. Аудандық мәслихаттың бүгінгі 53-ші кезекті сессиясына 8 депутат қатысып отыр. Оның ішінде 7-і видео байланыс арқылы кворум бар. Сессия өз жұмысын бастауға құқылы. Железин аудандық мәслихаттың 8-ші сайланған 53-ші кезекті сессиясын ашық деп жарияланады. Сессия жұмысына мемлекеттік мекемелер басшылары және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Күн тәртібіне 5 сұрақ енгізілді. Бірінші, Железин аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 17 желтоқсандағы нөмірі 210-8 2026-2028 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы шешімде өзгерістер енгізу туралы. Баяндамашы Руслан Қалауиденұлы Аргазинов, ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы. Екінші, Железин ауданы мәслихатының 2025 жылғы 30 желтоқсандағы Железин ауданының 2026-2030 жылдарға арналған даму жоспары туралы нөмір 216-8 шешіміне енгізу туралы. Баяндамашы Аргазинов Руслан Қалауиденұлы, аудан экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы. Үшінші, терроризмге қарсы комиссияның дербес құрамын бекіту туралы. Баяндамашы Ибрагимов Қайрат Ибрагимұлы, ауданның әкімі аппаратының басшысы. Төртінші, аудан мәслихатының 2026 жылғы 20 мамырдағы аудан әкімі жанындағы кәмелетке толмаған істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияны құру туралы нөмір 236-8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Баяндамашы Ибрагимов Қайрат Ибрагимұлы, аудан әкімі аппаратының басшысы. Бесінші, аудан мәслихатының 2026 жылғы 29 мамырдағы Железин аудан әкімдігі жанындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық комиссияның дербес құрамын бекіту туралы нөмір 287-6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Баяндамашы Ибрагимов Қайрат Ибрагимұлы, аудан әкімі аппаратының басшысы. Күн тәртібімен танысыңыздар. Кім күн тәртібін қолдайды? Дауыс беруіңізді сұраймыз. Кім қолдайды? Кім қарсы? Кім қалыс қалды? Қабылданды. Сондай-ақ сессия жұмысын регламентін бекіту қажет. Регламент сіздердің қолдарыңызда бар. Басқа ұсыныстар бар ма? Жоқ болса, регламентті қолдауға дауыс беруге шақырамын. Қабылданды. Ұсыныстар мен ескертулерді есепке алып, жинақтауды ұйымдастыру үшін бізге сессия қатысушылығын сайлау қажет. Қайшылыққа 2 кісі сайлансын деген ұсыныс бар. Ендеше дербес нөмір 3-ші Қазақстан сайлау округінің аудандық мәслихаттың депутаты Марат Рахметович Махметов, мәслихат аппаратын ұйымдастыру бөлімінің басшысы Марина Зиноловна Садыкова. Қатысушылықтың құрамы бойынша басқа ұсыныстар бар ма? Жоқ болса, дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Кім қалыс қалды? Қабылданды. Ендеше құрметті әріптестер, бірінші және екінші мәселе бойынша сөз ауданның бюджет жоспарлау бөлімінің басшысы Руслан Қалауиденұлы Аргазиновқа беріледі. Құрметті төраға, құрметті депутаттар. Назарларыңызға Железин аудандық мәслихатының 2025 жылғы 17 желтоқсандағы нөмірі 210-8 2026-28 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешім жобасы ұсынылады. Аталған шешім жобасы аудандық бюджеттік жалпы көлемін өзгертпей, бюджеттік бағдарламалар арасында қаражатты қайта бөлу арқылы 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджетті нақтылау мақсатында әзірленді. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бағдарламасын қалыптасқан 2.923 миллион теңге үнем мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге бағытталған. Бұл ең төменгі күнкөріс деңгейінің ұлғаюы байланысты атаулы әлеуметтік көмек алушылар санын арттыру байланысты. Мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша аудандық кітапханалар бағдарламасында қалыптасқан 982 мың теңге үнем қысқартылды. Наптыр сектор экономика бөлім бойынша қалыптасқан үнемі қайтарылған трансферттер және басқа бағдарлама үнемі есебінен жалпы 13 миллион 247 мың теңге қайта бөлінеді. Аталған қаражат Есқара ауылына талшылық оптикалық байланыс желісін тарту қажеті жер учаскелерінің құжаттарын рәсімдеу. Железинка және Церковная ауылдарында көше жарығын жөндеуге. Башмачный ауылындағы Ертіс өзенін жағалау бекіту жобасын сараптамасын жүзеге бағытталады.
Сонымен қатар Железинка ауылында бассейн салу жобасы бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерін бастау және 2 жылдық шартты жасау үшін 50 мың теңге бөлу көзделіп отыр. Бұдан бөлек шешім жобасын ауданның әкімінің жергілікті атқарушы органның резервінен 30 миллион теңге Железин ауданы әкімінің аппаратына мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерге өрттен алдын алу және олардың сөндіру жөніндегі іс-шаралар бюджеттік бағдарламасына қайта бөлу ұсынылады. Аталған қаражат Еңбекші ауылдық округінің Уәлиханова ауылында өрт сөндіру бекітіп сатып алуға бағытталады. Бұл аудан әкімінің сайлауындағы бағдарламасын іске асыру шеңберіндегі маңызды әлеуметтік жоба болып табылады. Өрт сөндіру бекетінің ашылуы шалғай ауыл тұрғындарының қауіпсіздігін арттыруға, дала және елді мекендерге өрттерге жедел ден қоюға, адам өмірі мен мүлкін қорғауды күшейтуге мүмкіндік береді. Жалпы ұсынылып отырған өзгерістер аудан бюджеттік теңгерімін бұзбайды және бюджет қаражатын тиімді әрі ұтымды пайдалануға бағытталған. Құрметті депутаттар, осыған байланысты ұсынылып отырған шешім жобасын қолдап қабылдауыңызға сұраймын. Назарыңызға рахмет. Железин аудандық маслихатының 2025 жылғы 30 желтоқсандағы нөмірі 216-8-2026-30 жылдарға арналған Железин аудандық даму жоспары туралы шешім өзгерістер енгізу туралы Железин аудандық маслихатының шешім жобасы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын әзірлеу, іске асыру, мониторинг жүргізу және түзету әдістемесінің талаптарына сәйкес Железин ауданының 2026-30 жылдарға арналған даму жоспары мен 2026-30 жылдарға арналған инвестициялық жоспарын сәйкестендіру мақсатында әзірленді. Түзету аталған әдістемесін 2054 тармағына сәйкес жүргізілді. Шешім жобасы Павлодар облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасымен келісілді. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Баяндама аяқталды. Әріптестер, сұрақтарыңыз. Коллеги, вопросы, если есть. Сұрақ жоқ. Ендеше отыруыңызды сұраймыз. Құрметті әріптестер, осы екі мәселе бойынша біз аудандық маслихаттың сессиясының шешімін қабылдауымыз керек. Шешім жобалары қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы, кім қалыс қалды? Қабылданды. Әріптестер, келесі мәселеге көшеміз. 3-ші, 4-ші, 5-ші мәселе бойынша сөз аудан әкім аппаратының басшысы Қайрат Ибрагимовичке беріледі. Қайырлы күн, құрметті депутаттар. Есть ряд вопросов. Комиссии необходимо за ним принять решение о внесении изменений в решение районного маслихата от 20 мая 2026 года за номером 236/8 о создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиме района. Включить в комиссию Каниденову Динару Нурлановну, исполняющую обязанности руководителя отдела занятости и социальных программ Железинского района. Вывести Ибрагимова Кайрата Ибрагимовича и Шакенева. Это первый вопрос. По второму вопросу. О внесении изменения районного маслихата от 29 мая 2026 года о подтверждении персонального состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодействию коррупции при акимате Железинского района. В строку Ибрагимов Кайрат Ибрагимович, руководитель отдела занятости социальных программ, изменить в следующем порядке руководитель аппарата акима Железинского района. Ввести в состав комиссии Каниденову Динару Нурлановну, исполняющей обязанности руководителя государственного учреждения, отдел занятости социальных программ Железинского района, членом комиссии Амарова Ахата Манархановича, начальника республиканского государственного учреждения, отдел по чрезвычайным ситуациям Железинского района, департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области,
членом комиссии по согласованию. Шикеева Ернара Ильсаиновича, руководитель коммунального государственного учреждения Уральского учреждения по охране лесов и животного мира, государственного учреждения управления недропользования окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области, членов комиссии. Вывести из состава комиссии Мунтынова Асета Асановича. По третьему вопросу. Утвердить персональный состав антитеррористической комиссии Железнинского района. Шахимов Айтулан Аблаевич, аким Железнинского района, председатель комиссии Абишев Давлет Темиртасович, начальник Железнинского участка КНБ по Павлодарской области, заместитель председателя комиссии по согласованию, членами комиссии Амар Нариман Ерганатулле, заместитель акима Железнинского района, Усин Урайхан Кажану, заместитель акима Железнинского района, Ибрагимов Кайрат Ибрагимович, руководитель государственного учреждения аппарат акима Железнинского района, Мукушева Айгуль Абаевна, руководитель государственного учреждения отдел культуры, физической культуры и спорта, Асаинов Марат Жаякович, руководитель государственного учреждения отдел внутренней политики и развития языков Железнинского района, Жолдубаева Гульнара Абаевна, руководитель государственного учреждения Железнинского районного управления санитарно-педагогического контроля Павлодарской области, Алшимбаева Маржан Кадыровна, руководитель государственного учреждения отдел образования Железнинского района, Каниденова Динар Нурлана, исполняющий обязанности руководитель государственного учреждения отдел занятости и социальных программ, Пак Роман Альбертович, руководитель ГКП на праве ПХВ Железнинского района больница, Бозаев Аян Татыбаевич, начальник отдела по делам обороны Железнинского района, Рамазанов Канат Балтабаевич, исполняющий обязанности руководителя государственного учреждения отдела реального сектора экономики, Амаров Ахан Минарханович, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям, Исмагулов Ермек Турланович, начальник пограничного отдела Киригежар, села Железинка, Тусубеков Хуат Жопуваевич, начальник отдела полиции Железнинского района. Доклад окончен. Спасибо. Баяндама аяқталды, әріптестер, сұрақтарыңыз. Сұрақтар жоқ болса отыруыңызды сұраймыз. Құрметті әріптестер, осы үш мәселе бойынша біз аудандық мәслихаттың сессиясының шешімдерін қабылдауымыз қажет. Шешімдердің жобалары қолдарыңызда бар. Шешім жобалары бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы, кім қалыс қалды? Қабылданды. Құрметті әріптестер, осымен сессияның күн тәртібіне шығарылған барлық мәселелер қаралды. Сессияны жүргізу бойынша ескертулеріңіз бар ма? Жоқ болса, осымен сессияның жұмысын аяқтауға рұқсат етіңіздер. Барлықтарыңызға қатысқандарыңыз үшін рахмет.